Ассаламағалейкум қазақ бауырым, бүгін мен саған Payer кошелегіңдегі ақшаңды Алтел, Теле2, Билайн, Актив номерлеріне қалай еден сығылып аударып алуға болатынын көрсеткім келіп отыр. Егер де саған осы тақырыптағы видео қызық болатын болса, міндетті түрде осы видеоға алдын ала лайк басып, видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап шығуыңды сұраймын. Сосын дәл қазір менің көрсетейін деп отырған нәрсемді сен телефонмен де жасай беруіңе болады. Енді Payer кошелегіңдегі ақшаңды Алтел, Теле2, Билайн, Актив номерлеріне еден сығылып аударып алу үшін саған мына сайт керек болады. Мына сайттың ссылкасын мен осы видеоның астына тастайтын боламын. Егер де мына сайт саған керек болатын болса, осы видеоның астында ссылка арқылы келуіңе болады бұл сайтқа. Сосын егер де сен Payer кошелегіңдегі ақшаңды тағы да бірнеше рет аударатын болсаң, міндетті түрде мына сайтқа тіркеліп алғаның дұрыс. Қайта-қайта іздеп жүрмес үшін бұл сайтты. Енді Payer кошелегіміздегі ақшамызды Алтел, Теле2, Билайн, Актив номерлерімізге еден сығылып шығарып алу үшін мына жерде вы отдаете деген жерде Payer кошелегіңдегі ақшаң евро болатын болса, яғни Payer кошелегіңдегі ақшаң мына жерде тұратын болса, евро счетыңда. Мына жерде Payer евро деген таңдайсың. Payer кошелегіңдегі ақшаң доллар болатын болса, USD деген таңдайсың. Payer кошелегіңдегі ақшаң рубль болатын болса, Payer руб дегеннің үстінен басасың. Вы получаете деген жерде номерің Теле2 болатын болса, Теле2 КЗТ деген таңдайсың. Номерің Актив болатын болса, Актив КЗТ деген таңдайсың. Номерің Алтел болатын болса, Алтел КЗТ деген таңдайсың. Номерің Билайн болатын болса, Билайн КЗТ деген таңдайсың. Мен мысал ретінде Теле2 КЗТ деген таңдаймын. Мына сайт арқылы Payer кошелегіміздегі ақшамызды Теле2 номерімізге аударатын болсақ, мына сайт біздерге 1 рубльді 6 теңге қылып аударып береді Теле2 номерімізге. Біздерді мынандай бетке жіберді, көріп отырғандай мына сайт арқылы минимально 30 рубль аударуымызға болады, максимально 2000 рубль аударуымызға болады. Мына жерге Payer кошелегіңнен аударайын деп отырған ақшаңның суммасын жазасың. Мына жерде көріп отырғандай комиссиясы бар мына сайттың. 50 рубль аударатын болсаң 48 копейка комиссиясы бар. Мына жерде Теле2 номеріңе мынандай ақша түседі. Мынау уже теңгемен есептеп қойған автомат түрде. Яғни Payer кошелегімізден Теле2 номерімізге 50 рубль аударатын болсақ, біздердің Теле2 номерімізге 300 теңге болып түседі 50 рубліміз. Бұл да түсінікті деп ойлаймын. Мына жерге Теле2 номерің жазасың. Мына жерге электронный почтаң жазасың. Содан кейін мына жерде обменять деген жасыл кнопканың үстінен басасың. Содан кейін мына сайт біздерге инструкция жібереді. Инструкцияның ішінде мына сайттың Payer кошелегінің счеты болады. Мына сайттың жіберген Payer кошелегінің счетын копировать етіп аласың. Payer кошелегіңе барасың. И мына жерде вывести деген кнопканың үстінен басасың. Номер счета деген жерге жаңағы сайттың берген Payer счетын мына жерге қоясың. Сумма деген жерге қанша ақша аударғың келеді, суммасын жазасың. Мына жерде рубльмен көрсетіп қойған. 50 рубль аударатын болсаң, 50 рубль деп жазасың. Сумма деген жерге көріп отырғандай Payer'де комиссиясы бар 25 копейка. Сосын айтпақшы, мына сайт арқылы Теле2 номеріңе немесе тағы да басқа номерлеріне 50 рубль ақша аудару үшін сенің Payer кошелегіңде где-то 51 рубль немесе 52 рубль ақша болу керек. Себебі Payer кошелегінде комиссиясы бар, мына сайттың да комиссиясы бар. Егер де сенің Payer кошелегінде 52 рубль ақша болатын болса, мен мысал ретінде айтып жатырмын. Мына жерде перевести деген кнопканың үстінен басасың. И сол кезде мына сайттың Payer кошелегіне сенің жіберген ақшаң түседі. Содан кейін мына сайттың менеджері, яғни сенмен жұмыс жасап отырған адам, мына жерге жазған номеріңе аударып жіберген ақшаңды теңге қылып аударып жібереді. Жасалып отырған аударым 5 минут пен 60 минуттың аралығына дейін созылады.
яғни жіберген ақшаң 5 минуттың ішінде түсуі мүмкін, немесе 60 минутқа дейін түсуі мүмкін. В общем, бұл сайт арқылы Payeer-дегі ақшаңды Tele2, Актив, Билайн, Алтел номеріне единица қылып аударып алуыңа болады. Осындай оп-оңай жолмен. Сосын тағы да ең соңғы рет есіңе салып айтып қойып жатырмын, мына сайттың ссылкасы осы видеоның астында. Яғни мына сайтқа осы видеоның астындағы ссылка арқылы келуіңе болады, егерде мына сайт саған керек болатын болса. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егерде бұл видео саған ұнаған болса, бұл видеодан өзіңе бір пайдалы нәрсе алған болсаң, міндетті түрде видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.